Екінші ерекшелігі заманауи технологиялардың пайдаланылуы. Мектептерде робототехника кабинеттері, STEM зертханалар, хореография залдары, коворкинг аймақтары, 4 спорт залы бар заманауи пәндік кабинеттер, алғашқы әскери дайындық үшін арнайы ашық алаңдар қарастырылған. Барлық мектептер заманауи жиһаздармен және оқу құрал жабдықтармен жабдықталып, әрбір оқу кабинеті үшін қажетті техникалық құралдар жиынтығы қамтамасыз етілген. Бұның барлығы ұстаздардың жұмысын жеңілдетіп, оқушылардың білім сапасын көтеруге мүмкіндік береді. Үшіншіден, күшейтілген қауіпсіздік режимі. Ұлттық жоба аясында салынған мектептерде қауіпсіздік жүйелері күшейтілген. Мектептер заманауи бейнебақылау және ғимаратқа кіріп шыққандарды қадағалау жүйелерімен қамтамасыз етілген. Бастауыш және жоғары сыныптар бөлек блоктарда оқиды. Мұның барлығы баланың қауіпсіз әрі жайлы ортада білім алуына бағытталған. Ұлттық жоба аясында жергілікті өндірісті қолдауға ерекше басымдық берілді. Бұл бағытта мектеп құрылысына қажетті материалдар, мектеп жиһаздары тек отандық тауар өндірушілерден ғана сатып алынуда.